Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі бейнеде мантыны дайындап, әдемі етіп, мұздатқышқа қатырып қоямыз және кез келген уақытта алып, түскі асқа, кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Бейненің соңына дейін менімен бірге болып, мантыны жасап көріңіздер. Алдымен қамырын елеп аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп, осы қамырдың үстіне тұзды, салқын су қосамыз және суға мен бір ас қасық сұйық май қостым. Қамырды елейміз. Қамыр өте жұмсақ біркелкі болып шығады. Сұйық майды міндетті түрде қосқандарыңыз дұрыс болады. Қамырды елегеннен кейін салафанға салып 10 минутқа тындырып қоямыз. Енді сіздің қамырдың формасына байланысты, яғни егер қатты қамыр болса, әрине ұзағырақ тындырасыздар. Менде жұмсақ болып шыққандықтан маған бір 7-8 минут жеткілікті болды. Әрине ортасына қамырды елеп қоясыздар тағы да. Содан кейін салмасын дайындаймыз. Салмасына міндетті түрде пияз қосамыз. Пиязды сіздер арнайы блендерда ұсақтап алсаңыздар болады, мясорубкада. Мен деген осылай қолмен ұсақтап төрт-бұрышты етіп тураймын. Пияз кішкене көбірек қосылса, яғни салмаларыңызда өте жақсы болып шығады, жұмсақ болып шығады. Мен өзім пиязды көп қосқанды жақсы көремін. Пияз дайын, содан кейін асқабақ қосамыз. Енді асқабақ өз қалауларыңыз бойынша, дегенмен асқабақпен де өте дәмді болып шығады. Тек қана етпен, пиязбен дайындасаңыздар да болады. Асқабақты да төрт-бұрышты етіп ұсақтап тураймыз. Асқабақ турағаннан кейін пияздың үстіне ыдысқа салып, және ең соңында жұмсартылған осындай етті қосамыз. Мен мұздатқыштан алып шыққандықтан кішкене дұрыс жұмсармай тұр. Біздің ет, міне, тартылған ет. Содан кейін үстіне бұрыш, дәміне қарай тұз қосасыздар. Және жақсылап араластыру қажет болады. Менде әлі де, мына жерде, бейнеде ет дұрыс жұмсармаған. Жақсылап осылай қолмен араластырсаңыздар, тіпті салмасы біркелкі жақсы болып шығады. Енді мантыны дайындауды бастаймыз. Бізде міне қамыры толығымен жұмсарды, біркелкі болып шықты формасы. Тағы да бір мәрте елеп, және қамыр үлкен болғандықтан екіге бөлемін. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты қамыр. Міндетті түрде сұйық май қосыңыздар. Ортасынан бөлеміз. Және де қамырды тағы да бір мәрте жақсылап илеп, 1-2 минутқа тындырып алсаңыздар болады. Бірақ менде қамыр өте жұмсақ болғандықтан бір қамырды шетке алып қойдым да, екінші қамырды бірден жайдым. Себебі менде жұмсақ жақсы болып шықты. Міне, бірден жаямын қазір. Онды сеуіп. Мен өзім мантыға қамырдың өте жұқа болғанын қалаймын. Маған солай ұнайды. Енді әркімге әрқалай ғой, өздеріңіз көресіздер. Қамыр жұмсақ, біркелкі болғандықтан тез жайылып жатыр. Жұқа етіп жайып шығамыз. Құрметті оқырмандар, осы YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Тұрақты түрде жаңа рецептермен бөлісемін. Сонымен қатар осы бейнеге де лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар, мен өте қатты қуанам. Ары қарай жұмыс жасауыма кәдімгідей маған көмектесесіздер. Енді қамырды, міне бейнеде көрсетілгендей, қойып немесе бірден төрт-бұрышты етіп кесіп алсаңыздар болады. Бұл жерде мен әпкем қамырды кесіп жатыр. Мен бейнеге түсіріп жатырмын. Төрт-бұрышты етіп кесіп аласыздар. Енді мантыны әркім әрқалай жасайды ғой, кішкене формасын өздеріңіз енді қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Кішірек, орташа немесе үлкенірек етіп, біз кішкене үлкенірек етіп жасадық. Осы кесілген қамырға салмасын саламыз, біркелкі етіп. Содан кейін сіздерге түйілу барысын көрсетейін дедім. Енді әркім әртүрлі өзінше етіп түйеді ғой. Біз міне осылай түйеміз. Мына жерде мені әпкем жасап жатыр. Мен видеоға түсіріп алдым. Міне формасы яғни осындай әдемі болып шығады. Қамыр өте жұқа, осындай мантылар болады. Содан кейін мұздатқышқа қатырып қоямыз. Мұздатқышқа қатырсаңыздар жақсы, кез келген уақытта шығарасыздар да дайындай бересіздер.
Міне қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Баршаңызға ас болсын. Егер мантыны менімен бірге дайындасаңыздар, комментарийда бөлісуді ұмытпаңыздар. WhatsApp арқылы осы бейнені достарыңызға таратсаңыздар болады. Және де арнама тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған Гүлфия.